шықпағалы біраз болыпты. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Біз жеңге екеуміз Ливанға орадымыз. Иә, бүгін Сәтдәулет біраз нәрсе әперем деп жатыр маған. Жеңеше разы болса, осы кісі тыныш болса, біз тыныштап қоясың. Біз давайте-ка саламыз істері. Не кетті жақ. Ауыр болады жақтар. Сөздер деймін да, қолдарыңыздағы бар адамды деймін да. Және де Асылжанға да айтқым келеді. Енді кішкене болса, бір ән, сондай бірдеңе оқып қалса, бір менің көлеңкеме келіп тұрудың қажеті жоқ. Көлеңкем сияқты артынан жүрудің де қажеті жоқ. Енді бір сәт болған шығар, жақындап жаныңызға жақсы келген шығар. Жоқ, жалпы я мен сен жалпы андай енді арамызда 4 жыл өтті, мен просто қасында тұрып қолдап кеткім келген. Оны сен дұрыстан түсінесің бе, бұрыстан түсінесің бе, оны өзің білесің. Жалпы мен екі баламның анасы ретінде просто жанында болып қолдағым келген. Оны сен өзің білесің, қалай түсінгің келеді, солай түсіне берсе. Я просто балаусаққа дұрыстан түсінсе деп ойлаймын. Асылжан, сенің қолдауына бір мұқтаж болып тұрған жоқпын. Сол үшін мәселе мұқтаждықта емес мәселе. Просто сыйластық деп қабылдайсың ба, оны білмеймін. Бірақ та қолдағым келді, и ол менен шықты, мен қолдадым, болды. Иә, онда неге қолданбасқа? Ол кісі енді сіз айтқандай жүре алмайды, не болса да. Неге қолданбасқа екі бала өмірге алып келіп отқан кісіні неге қолданбасқа? Жоқ, сізде енді екі бала деп айта бермесеңізші. Себебі, түптеп келгенде, мәселе екі баладан да бөлек болып тұр ғой. Енді оны өзінің ішінде жатқан нәрсе, оны мен шығарамаймын. Жақсы. Сосын мен бір нәрсе байқап қалдым. Айгүл, сізде бір келе жатқанда жымиып, күліп тұр едіңіз ғой. Мен сіздің бірінші реакцияңыздың солай күліп тұрғаныңызды қарап, мен де күлкім келіп кетті енді. Жоқ, енді адам эмоциясы сыртынан шығады ғой. Ол аузы басқа деп жатқанмен өзі жан дүниесін өзі түсінетін шығар деп ойлаймын. Күтіп тұрмыз сізді. Күттіңіз ба? Саламатсыз ба? Неге күткен жоқпын? Күткен жоқпын негізі. Мен өзімде барып қалғандар қалай таңғалып отыр, мен де солай ғой. Мен негізі ойым жинақтай алмайтырмын, шын айтқанда ше, маған да бір соқ болып тиіп отыр. Жалпы мен бұны танимын ғой. 4 жыл, 5 жыл танимын негізі. Мен бірақ енді ойламаймын. Бір үміткер күтіп, болмаса біреумен бақытты болып кетеді деп, бақытын іздеп келіп отыр деп ойламаймын негізі. Ал не деп ойлайсыз? Не үшін деп ойлайсыз? Білмеймін, мен жалпы өзімнің ойымды айтып отырмын. Не деп ойлағанды, ары қарай ойлайтын ойда жоқ, просто данный момент келіп отқан ой сол маған. Сіздің айтып жатқан сөзіңіз менің артымнан келді деген сияқты, мен үшін келді дегендей болып естіліп отыр, солай ма? Мүмкін солай жеткізгім келген шығар. Саны дұрыс снимай. Қазір бірәсіне айтайын. Сосын біраз ойларыңды байқайын. Салма! Кел. Саны дұрыс снимай. Вот и все. Гүлнұр, да, она красивая дейді. Оны понедельник көресіздер. И сосын мен мысалы бір үміткерге қызығушылығым бар дедім, бірақ оған да мен жақсы көремін, сүйемін деген жоқпын. Просто маған қызық, хотел пообщаться дедім. А если мен ол қызға мысалы бүйтіп вне эфира жазатын болсам, сосын айтатын еді, бля, Гүлжан сөйтіп жазып жүр деп айтатын еді, понимаете? Сол үшін мен сразу эфирде айта салдым. Кетіп бара жатыр. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Мен сіздермен бір жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Скоро Қытайдан келетін Шынар Қанатқызы деген ханыммен бұл кісі скоро 1 наурыздан бастап осында келіп обучениесін өткізбекші. Не туралы обучение десеңіздер, қазір көбісі білесіздер, ерін филлермен үлкейтіп жатады, перманентпен қызартып жатады. А ол кісі жаңа бір техникамен жаңағыдай ерінізді еще қызартып, және де үлкейтетін болады. Бірақ ол ешқандай филлерсіз, ол перманент та емес, мүлдем басқаша техника, соны үйретеді. Және де денеңізде қара пигменттер болса, соны келдім. Маған сабақ беретін, танысып қойыңыздар. Міне Алтынай ханым.
саламатсызбы. Бұл кісі получается тендермен айналысады, уже көп адамдарды үйреткен. Мен қазір ешқандай реклама істейін деп жатқан жоқпын. Екеуміз кездестік, сөйлестік, маған қызық болды, потому что мен ақша тапқанды жақсы көремін сөздің ашығы. Енді қазір өзіме аккаунт создавать етіп, уже 1-2 күнде торговля бастайын ба, или бүгін бастайын ба, или ертең бастайын ба? Бүгін тіркелдік, ертең сабақты бастайтын боламыз. Сондай. Міне біз қазір осы 4 сағат. Зерттеудің өзіне шартталады деймін, ауыр екен онда. Сіз өзіңізге бір нақты нишан тауып аласыз ғой. Мысалы үшін ручка дейік. Сол кезде мұнда ручка деп жазасыз да, нақты сол нишаларды іздейтін боласыз. Егер басқа қасық болса, қасық деген сияқты осыны іздейсіз. Қасықты іздеймін, сосын ол қасықты мен бір жерден сатып аламын ба, или примерно процесс қалай болады сонда? Егер товар болатын болса, сіз бұл жақта өзіңіздің бағаңызды қарайсыз, мына жақта ұсынып тұрған бағаларын мен ақшам жетсе, жаңағыдай қасықты қайдан сатып аласыз, сол жақтың бағасын білесіз, мына жақтың бағасы екеуін салыстырып, өзіңіздің жаңағыдай шығындарыңызды есептеп, пайдаңызды есептеп, солай қатысып отырасыз. Қызық екен ғой, ә? Ну, что-то темаға кіретін сияқтымын мен. В общем, ең қызығы Алтынайдың ең бірінші тендерден айналысқан нәрсесі, өзі түсінбесе де бордюрдан бастапты, бордюрдан бастадыңыз. В общем, қызық екен тендер деген, біраз нәрсе тендер арқылы өтеді екен. Мынау, любой көп нәрсенің өзі тендерден басталады екен, поэтому алла бұйырса енді тендердамыз. В общем, жеңешемнің қолынан бешбармақ жедік. Қалайсыздар? Жақсы. Өз қаппын ба? Ой. Мен әже тағы бөлем отыр, Шымкентке келсем болды, әжер мені тауып ала беретін болыпты. Кластасың ба, досың ба? Інім ғой. Інісі екен. Сіз не дейсіз? В общем, осындай атмосфера отыр сабақтан кейін. Жақсы. Всем ассалаумалейкум, қалайсыздар достар. Бүгін Айбек пен Эдоштың тойы, құдай қаласа осындамыз, қонақпыз. Тойға дайындық болып жатыр. Мұнда Макош бар, Алишер Асылбай, Бекзат Құнанбай, Ерасыл Төкенов, Зухра Бексултанская, короче. Уджай, это тут Айданочка. Мы все тут, короче, салам алейкум, тойға дайындық. Привет! Привет! Өзің қалай? Семейсі халал жерде ұялмайсың ба? Еще бірінші кездесу. Мен ұзақ күттім ба? Ұзақ күтіп қалдым ғой енді, ішінесің ғой енді. Ренжімеші ұзақ. Енді боп қалыптасың. Эдуард мен Айбек бақытты болыңыздар. Біздің бүгінгі той иесі, тойымыздың керемет жұбы, бақытты болыңыздар. Иә, енді сәл сондай жағдай болып қалғаны бар. Оның барлығын мен өз
аккаунтымды айтсам бола ма? жоқ Мынақта Сатдәулет деген інім бар өзімнің. Ол жігіт кезінде менің музыкантым болған, бір өнер саласында жүріп, қазір енді өзімнің інім өкшелеп, мен өкшелеп Қостанай бағдарламасына кепті. Өзінің бақытын табуға. Сіз Ханзада болмаңыз, мен Ханзада болғанмын. Иә, жетпей қалған менде енді. Сәл жетіспейді. Сіз мықтысыз ғой. Сатдәулетінің өзінің алтыным өмірдегі бабам. Сен де теңді тау үшін үйленіп құдай қаласа. мына екеуі бір-біріне ұқсайды тұр ғой. Айнамай құдайым Құдайға тәубе деп бұлар негізі оказывается бұрыннан таныс екен. Қайырлы күн менің оқырмандарым, қосылайық арнама қош келдіңіздер. Сатдәулет пен Айданаға бақыт тілеп, бақыттың шағында Алланың назарында болсын деп, оларға тілек тілеп қояйық. Негізі жақсы жұп екеуіне келеді, иә. Сатдәулет те, Айдана да бір-бірімен сондай жарасымды тәтті жұп шыққалы тұр екен. Арнама лайк басып, тіркеліп отырсаңыздар, құрметті оқырмандарым, күндеріңіз сәтті өтсін. Ал қалай ойлайсыздар, оқырмандарым, Зарина Гуджанға жарасымды жұп болады деп ойлайсыздар ма? Екеуі бір-бірімен сәйкес па? Физикалық тұрғыда, рухани тұрғыда бір-бірімен әдемі жақсы жұп шығады деп ойлайсыздар ма?